Денсаулық зор байлық. Денсаулық адамның ең үлкен қазынасы. Оны ерте жастан бастап күту ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Төменде денсаулығыңызды нығайтуға және ұзақ жылдар бойы сергек жүруге көмектесетін маңызды кеңестер мен дәрумендер тізімі берілген. Денсаулықты күтуді ертеден бастауға арналған кеңестер. 1. Дұрыс тамақтану. Күнделікті рационда ақуыздар, көмірсулар, пайдалы майлар, дәрумендер мен минералдар болуы керек. Фастфуд, қант пен газдалған сусындарды азайтып, көкөністер мен жемістерді көбейтіңіз. Тағамның табиғи әрі пайдалы болуына мән беріңіз. 2. Күнделікті су ішу режимі. Күніне кемінде 1-5-2 литр таза су ішу ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Су метаболизмді жақсартып, токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. 3. Дене белсенділігі. Күнделікті 30-40 минут дене жаттығуларын жасау жүрек пен бұлшықеттерді нығайтады. Жаяу жүру, жүзу, йога және велосипед тебу денсаулық үшін өте пайдалы. 4. Сапалы ұйқы. Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтау иммунитетті күшейтіп, жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Ұйқы алдында телефон мен компьютерді пайдалануды шектеу керек. 5. Стрессті басқару. Психикалық денсаулық физикалық жағдайға тікелей әсер етеді. Демалу, медитация, кітап оқу немесе табиғатта серуендеу стрессті азайтудың тамаша әдістері. Денсаулыққа қажетті ең маңызды дәрумендер. 1. С дәрумені аскорбин қышқылы. Иммунитетті күшейтеді, теріні жасартады. Цитрусты жемістерде, қарақатта, болгар бұрышында көп кездеседі. 2. Дәрумені. Сүйек пен тістің беріктігін арттырады, иммундық жүйені жақсартады. Күн сәулесі, балық майы, жұмыртқа сарысы негізгі көзі. 3. Дәрумені, бета-каротин. Көру қабілетін жақсартып, тері мен шаш саулығын сақтайды. Сәбіз, асқабақ, бауыр өнімдерінде көп кездеседі. 4. Тобы дәрумендері. Жүйке жүйесін нығайтып, энергия алмасуын реттейді. Бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, ет, балық құрамында бар. 5. Дәрумені. Клеткаларды қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартады. Өсімдік майлары, жаңғақтар, авокадо негізгі көзі. 6. Магний және темір. Магний жүйке жүйесін тыныштандырып, бұлшықет қызметін жақсартады. Темір қан айналымын жақсартып, шаршауды азайтады. Денсаулық өмірдің басты байлығы. Оны жастайынан күтіп, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну, су ішу, дене белсенділігін сақтау және стресс деңгейін төмендету ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Денсаулықты күту бойынша әмбебап кеңестер. 1. Салауатты тамақтану әдетін қалыптастыру. Жемістер мен көкөністерді күнделікті ас мәзіріне қосыңыз. Қант, тұз және зиянды майларды тұтынуды азайтыңыз. Тазартылған тағамдардан бас тартып, табиғи, пайдалы өнімдерді таңдаңыз. 2. Дене белсенділігін сақтау. Күніне кемінде 30 минут серуендеңіз немесе жаттығу жасаңыз. Отырып жұмыс істейтін болсаңыз, әрбір сағат сайын 5-10 минут белсенділікпен айналысыңыз. Жеке қызығушылығыңызға сай спорт түрін табыңыз, жүгіру, йога, жүзу және т. 3. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Ересек адамға тәулігіне 2-5 литр су қажет. Кофе, шай немесе газдалған сусындарды көп ішуден аулақ болыңыз. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. 4. Ұйқыны реттеу. Күніне 7-8 сағаттан кем ұйықтамауға тырысыңыз. Ұйқы алдында гаджеттерді пайдаланбаңыз, тыныш орта жасаңыз. Белгілі бір уақытта ұйықтап, белгілі уақытта оянуды әдетке айналдырыңыз. 5. Стрессті басқару. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе күнделік жүргізуді қолданыңыз. Көбірек табиғатта болуға тырысыңыз. Өзгелермен қарым-қатынас жасап, қолдау сұраудан қорықпаңыз. 6. Зиянды әдеттерден бас тарту. Шылым шегу мен алкогольді шектеңіз, немесе толық бас тартыңыз. Энергетикалық сусындар мен фастфудтан аулақ болыңыз. 7. Дәрігерлік тексерістерді ұмытпау. Кемінде жылына 1 рет жалпы денсаулықты тексертіңіз. Созылмалы ауруларыңыз болса, дәрігермен үнемі байланыста болыңыз. 8. Иммунитетті нығайту. Витаминдер мен минералдар жеткілікті деңгейде болуын қадағалаңыз.
Күнделікті таза ауада серуендеңіз. Мүмкіндігінше табиғи өнімдерден витаминдер алуға тырысыңыз. 9. Жеке гигиенаны сақтау. Қолды жиі жуып, тазалық ережелерін ұстаныңыз. Ауыз қуысы гигиенасын сақтап, тіс дәрігеріне жылына 2 рет барыңыз. 10. Өзіңізді тыңдаңыз. Денсаулығыңыздағы кез келген өзгерісті байқасаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Артық салмақтан, шаршаудан немесе тұрақты ауырсынудан зардап шегетін болсаңыз, уақытылы көмек алыңыз. Денсаулық сіздің ең үлкен байлығыңыз. Оны күту өз қолыңызда. Денсаулықты күту бойынша әмбебап кеңестер. 1. Салауатты тамақтану әдетін қалыптастыру. Жемістер мен көкөністерді күнделікті ас мәзіріне қосыңыз. Қант, тұз және зиянды майларды тұтынуды азайтыңыз. Тазартылған тағамдардан бас тартып, табиғи, пайдалы өнімдерді таңдаңыз. 2. Дене белсенділігін сақтау. Күніне кемінде 30 минут серуендеңіз немесе жаттығу жасаңыз. Отырып жұмыс істейтін болсаңыз, әрбір сағат сайын 5-10 минут белсенділікпен айналысыңыз. Жеке қызығушылығыңызға сай спорт түрін табыңыз: жүгіру, йога, жүзу және т. 3. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Ересек адамға тәулігіне 2-5 литр су қажет. Кофе, шай немесе газдалған сусындарды көп ішуден аулақ болыңыз. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. 4. Ұйқыны реттеу. Күніне 7-8 сағаттан кем ұйықтамауға тырысыңыз. Ұйқы алдында гаджеттерді пайдаланбаңыз, тыныш орта жасаңыз. Белгілі бір уақытта ұйықтап, белгілі уақытта оянуды әдетке айналдырыңыз. 5. Стрессті басқару. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе күнделік жүргізуді қолданыңыз. Көбірек табиғатта болуға тырысыңыз. Өзгелермен қарым-қатынас жасап, қолдау сұраудан қорықпаңыз. 6. Зиянды әдеттерден бас тарту. Шылым шегу мен алкогольді шектеңіз, немесе толық бас тартыңыз. Энергетикалық сусындар мен фастфудтан аулақ болыңыз. 7. Дәрігерлік тексерістерді ұмытпау. Кемінде жылына 1 рет жалпы денсаулықты тексертіңіз. Созылмалы ауруларыңыз болса, дәрігермен үнемі байланыста болыңыз. 8. Иммунитетті нығайту. Витаминдер мен минералдар жеткілікті деңгейде болуын қадағалаңыз. Күнделікті таза ауада серуендеңіз. Мүмкіндігінше табиғи өнімдерден витаминдер алуға тырысыңыз. 9. Жеке гигиенаны сақтау. Қолды жиі жуып, тазалық ережелерін ұстаныңыз. Ауыз қуысы гигиенасын сақтап, тіс дәрігеріне жылына 2 рет барыңыз. 10. Өзіңізді тыңдаңыз. Денсаулығыңыздағы кез келген өзгерісті байқасаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Артық салмақтан, шаршаудан немесе тұрақты ауырсынудан зардап шегетін болсаңыз, уақытылы көмек алыңыз. Денсаулық сіздің ең үлкен байлығыңыз. Оны күту өз қолыңызда. Денсаулық зор байлық. Денсаулық адамның ең үлкен қазынасы. Оны ерте жастан бастап күту ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі. Төменде денсаулығыңызды нығайтуға және ұзақ жылдар бойы сергек жүруге көмектесетін маңызды кеңестер мен дәрумендер тізімі берілген. Денсаулықты күтуді ертеден бастауға арналған кеңестер. 1. Дұрыс тамақтану. Күнделікті рационда ақуыздар, көмірсулар, пайдалы майлар, дәрумендер мен минералдар болуы керек. Фастфуд, қант пен газдалған сусындарды азайтып, көкөністер мен жемістерді көбейтіңіз. Тағамның табиғи әрі пайдалы болуына мән беріңіз. 2. Күнделікті су ішу режимі. Күніне кемінде 1-5-2 литр таза су ішу ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Су метаболизмді жақсартып, токсиндер мен зиянды заттарды шығарады. 3. Дене белсенділігі. Күнделікті 30-40 минут дене жаттығуларын жасау жүрек пен бұлшықеттерді нығайтады. Жаяу жүру, жүзу, йога және велосипед тебу денсаулық үшін өте пайдалы. 4. Сапалы ұйқы. Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтау иммунитетті күшейтіп, жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Ұйқы алдында телефон мен компьютерді пайдалануды шектеу керек. 5. Стрессті басқару. Психикалық денсаулық физикалық жағдайға тікелей әсер етеді. Демалу, медитация, кітап оқу немесе табиғатта серуендеу стрессті азайтудың тамаша әдістері. Денсаулыққа қажетті ең маңызды дәрумендер. 1. Дәрумені аскорбин қышқылы.
иммунитетті күшейтеді, теріні жасартады. Цитрусты жемістерде, қарақатта, болгар бұрышында көп кездеседі. 2. Дәрумені. Сүйек пен тістің беріктігін арттырады, иммундық жүйені жақсартады. Күн сәулесі, балық майы, жұмыртқа сарысы негізгі көзі. 3. Дәрумені, бета-каротин. Көру қабілетін жақсартып, тері мен шаш саулығын сақтайды. Сәбіз, асқабақ, бауыр өнімдерінде көп кездеседі. 4. Тобы дәрумендері. Жүйке жүйесін нығайтып, энергия алмасуын реттейді. Бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, ет, балық құрамында бар. 5. Дәрумені. Клеткаларды қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартады. Өсімдік майлары, жаңғақтар, авокадо негізгі көзі. 6. Магний және темір. Магний жүйке жүйесін тыныштандырып, бұлшықет қызметін жақсартады. Темір қан айналымын жақсартып, шаршауды азайтады. Денсаулық өмірдің басты байлығы. Оны жастайынан күтіп, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстану маңызды. Дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну, су ішу, дене белсенділігін сақтау және стресс деңгейін төмендету ұзақ әрі сапалы өмір сүрудің кепілі.